Барлықтарына сәлем, қалдарыңыз қалай? Біз бұйырса тойға дайындық, ұзату тойға қызу. Бүгін сол қыз ұзатуға арналған көйлектердің прокатына барып, киіп көріп, сестренкам екеуміз таңдасып, одан кейін мебелін қарайық деп шықтық. Дивандар, мына бізде Ұзынағаш ауылында осындай мебельдерді жасайтын жақсы жерлер бар екен. Сандықтарын көрдік, бағалары 25-30 мың теңгеден басталады. Бір сандықты алып көйлекке бронь жасадық та кері үйге қарай қайттық. Сосын кеше барахолкадан алған ыдыстарымызға доставка келіп, соның барлығын ашып өзімше зерттеп көрдік. Мынау миксері 9 мың теңгеге шықты, мынау вафельница, грильница сияқты жүреді. Барлығының качестволары жақсы болды. Әдемілерін таңдадық. Әдейі осындай өзінің выпрямители бар еді, осының қасына фен алдық, осындай фирмадан манты қазан, ас тақта оқтау, шайнектер, сүзгіш, осындай қасық набор алдық. Бұл 10 мың теңге болды. Мынандай 3 подностығы 7 мың теңге ма, ұмытпасам сондай екен. Барахолка деп Байсат базарында барлығы арзан, оптым деп сатылып, сол жерден полный бір жасауды сатып алсаңыз болады. Мына 4 табақтар наборы 10 мың теңгеге шықты бізге. Бұлар да жақсы екен качестволары. Пылесостарын ашып тексеріп қосып көрдік. Бұлар да жақсы екен. Пылесостың качестволары 28 мыңға ма алдық қой деймін, ұмытпасам. Бұлардан бөлек электрический печ алдық, сосын стиральный машина алғанбыз. Оның барлығын орап дайындап қойдық. Сосын 12 адамға арналған персон алдық. 3 тарелкасы, этажерка, конфет, печенье салатыны бар, ішінде ет табағы бар, қуырдақ табағы бар. Осындай әдемі набор, қазақша оюымен жасалған. Бұны біз 70 мың теңгеге алдық акциямен. Өте күшті екен. Сонымен барлығын ашып қарап, үйге қарай қайттым. Біз үйге қарай келе жатсам, біздің көшені асфальтын уже жасап қойған екен. Қатты қуанып кеттім. Осымен бүгін күнім бітті. Сау болыңыздар. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар.